Кешегінің мұрагері, келешектің бұйдагері, егемен елімнің ертеңі, ұлтының ұланы, болашақтың бағбаны Қасқырбайұлы Нұрсұлтан. Мен ұстаздық ұлы жолды таңдаған Жезқазған гуманитарлық колледжінің студенті, болашақ ағылшын тілінің маманымын. Ортама пайдалы, қоғамға қажетті іспен айналысу, болашақ үшін, мемлекетім үшін игі істер атқару менің межелі мақсатым. Адамның алып мақсаттар мен асуларды бағындырар тамаша сәті жастық шақ адамға берілген ең үлкен сый деп білсек, оны бағалап, әр сәтін тиімді пайдалану, қоғамға пайдалы істі атқару әркімнің өз қолында. Жастық кезеңдегі ерлігіміз бұл арманымыз бен мақсатымызды іске асыру. Дұрыс іс-әрекет ол жүректе туындайды, іс жүзінде асырылады. Мен сабақтан тыс уақытта Нұрбала ерекше балаларды дамыту орталығында АФК тренерімін. Ерекше балалармен жұмыс жасау менің сүйікті ісім. Олардың өмірге талпынысы, жүзіндегі қуаныш, езуіндегі жымиыз, көзімдегі нұр жүрегімді қуанышқа бөлейді. Олардың кішкентай жүрегімен үлкен тағдыр жүгін көтеріп жүрген қайсарлығы, төзімділігі маған керемет мотивация. Менің қағидам, баланың ерекшелігін емес, оның тұлғасын бірінші орынға қою. Балаларды тең құқылы тұлға болуларына мүмкіндік жасау бағытында тиімді тәсілдермен жұмыс жүргіземін. Балаларды болашақ өмірге бейімдеу, қоғамда толыққанды өмір сүруге көмектесу менің арманыма айналды. Менің сүйікті ісім ерекше балаларды табиғатпен тілдестіріп, табиғатта серуендету. Атпен серуендеу арқылы ерекше баланың қызығушылығын арттырып, ұлттық санасын, рухын оятамын. Табиғаттағы барлық жылу күннен, өмірдегі барлық жылу адамнан. Ерекше балаларға аялы алақанымды тосып, жүрек жылуымды беру, сауабы мол игі іске атсалысу менің азаматтық борышым деп білемін. Менің ұстанымым қоғамға, ортама, адамдарға пайдамды тигізу, жақсылық жасау. Патриот болу тек отаныңды сүю емес, сонымен бірге өз отаныңа қызмет ету, еліміздің қуатты, өрісті ел болуына үлес қосу.